Екі жан тігісін қосып тігіп жіберейін, содан кейін примерка жасаймыз. Жаны тігілмеген екен ғой, примерка жасап көрейін десем. Жанын да 1 сантиметр тігіспен қосамыз. Да, примерка жасап алдым, өте әдемі шықты. Енді оны қоя тұрамыз дағыны, астар бөлікті тігіп аламыз. Алдыңғы ойды көрсетпеймін. Алдыңғы ойды жаңа көрсеттім, е? Мынау жағаның біз бір жағына вытечка саған жоқпыз, бұл вытечкасыз тігеміз бұны. Қазір сосын иығын анау иықпен бірге туралап жібереміз. Бұның вытечкасы болмағандықтан кішкене артық шығуы мүмкін. Оны кәдімгі тігім барысында тураластырып қоямыз. Ал мынаған вытечка салдық, сол вытечкасын тігіп аласыздар, жан бөлігімен қосасыздар. Енді мен сіздерге артқы бойды көрсетіп жіберейін. Астар бөліктің жан бөлігі мынау. Сонда алдыңғы детальдарды осы астарға жалғастырып тігесіздер. Жаңағы көрсеткенім барлығын қайта-қайта көрсете бермейін, видеоны ұзатып. Артқы ойдың вытечкасын тігіп аласыздар. Одан кейін сіздерде лекалада артқы бойда 2 сантиметрдей сызық қалып тұр. Сол сызықты осылай матаға түсіріп аласыздар, кішкене орын қалдырып. Бұл бізде жаңағы артық астар матада артық болғаны жақсы да, денені қысып тұрмайтын болу үшін. Артық жерін ішіне қарай кіргіземін дағыны, жаңағы белгі қойған жерімді бірде қылып қойып аламын. Мынау менде сонда астар бөліктің тура ортасы. Мынау подворттың да тура ортасын тауып аламыз, қайшымен кішкене белгі қоямыз. Оң беттермен, оң беттерін беттестіреміз. Мынау тура ортасы және оған мына тура ортасын апарамын. Енді осы жер инемен череп қоям. Инемен череп қойдым. Енді қараңыздар, біреуі қатты мата, біреуі астар мата. Сондықтан бұл астар мата бәрібір жылжиды, жиырылады. Сондықтан бір-бірімен тура келмей қалуы мүмкін. Ал бірақ ол тура келмеуі лекалада ол дұрыс емес. Мынау деген бірдей болу керек та. Сол үшін ине қыстырған тура ортасынан екі жаққа қарай тігіс жүргіземін. Енді өте асықпай, жаймен тігеміз. Себебі жаңағы біздің астар матамыз жиырылып тігіледі. Өте мұқият, асықпай тігіп шығамыз. Сосын мынау қиғаш жер болғаннан кейін мата қиғашынан созылады. Оны да ескеру керек. Сол себепті барынша асықпай тіккен дұрыс. Мына сәл ғана артық кетті менде. Қазір мынаны туралаймыз. Қазір ана жағын тігіп көрейік. Енді жаңағы жарт тура ортадан келесі жаққа қарай жүреміз. Мына жақта да кішкене тартылды. Осылай туралап жіберуге болады. Енді осы тігісімізді төменге қаратып үтіктеп аламыз. Мен жаңа сіздерге вытечканы көрсетпедім. Енді қазір мен өзім вытечкамды тігіп аламын дағыны. Сол вытечкамен бірге үтіктеп келемін. Жаңағы алдыңғы ойдың барлығын қосып алып, барлығын бірге үтіктеп алсаңыздар болады. Уже содан кейін иығын қосасыздар. Қанымдар, міне тігіп алдық. Енді тура бағанағыдай біз иықтарын, жаңағы жан тігістерін қосып алуымыз қажет. Ана бір жағының вытечкасы бар, ол деген, яғни тура келеді жаңағы немен. Артқы бойдың иығымен тура келеді, оны көрсетпей қойын, бағана көрсеттім. Енді мынау бізде, мына бір жағына вытечка салмады қой, осының есебінен бізде мынау иығы артық қалады. Соны былай жасаймыз. 1 сантиметр тігіске орын алып қаламыздағына сол
1 сантиметрді қалдырып шамалы. Міне, мына жағынан 1 сантиметр қалып тұр. Өнімдер енді біз жаңағы артқы қойды, астар бөліктің артқы қойы мен алдыңғы қойын қосуымыз қажет. Міне мынау жаққа біз вытечка салған жоқпыз. Сол вытечканың есебінен мына жаны иығы кішкене артық қалады. Біз соны туралауымыз қажет. Міне мына жерде артқы қойдан 1 сантиметр тігіске орын қалдырамын. Сосын 1 сантиметр қалып тұр. Мына жаға басталған жерді, сол 1 сантиметрге туралаймын. Осы жерден жер түйрелеп қойдым. Енді мына бізде артық қалып тұр. Жаңағы вытечканың есебінен қалған жер бұл. Сол артығын алып тастай қоямыз қазір біз. Енді мен осы жерден бастап иығын қосып тігіп аламын. Мына жаңағы 1 сантиметр тігіске орын қалдырдық қой, сол жерге дейін тігеміз. Қазір мына жағын алдыңғы оймен астармен қосатын кезде оны туралап аламыз. Енді келесі жағын қосамыз. Бұл да солай, мына жаға басталған жерден 1 сантиметр алдыға қалдырамыз. Енді вытечка басталған жерден тігіс бастаймын мен. Мына жақтан ана жаққа қарағанда азырақ қалып тұр. Оны туралап жібереміз. Негізі көп жағдайда мына қатты мата мен астар матаны бірге қосып тіккен кезде, бірге жұмыс жасаған кезде осылай разница болып қалады. Мына астар мата бәрібір созылады. Созылады, сол себепті кішкене осындай разницалар болып қалады. Енді тура бағана жағаны қалай қостық, солай қосып, жанын қосып дайындап алыңыздар. Қандар жағаны қосып алдық. Енді біз бір-біріне беттестіріп тігеміз. Қараңыздар, алдыңғы ойдың жағасы. Шіреп қоймыз. Алдыңғы ойдың тігісінен бастап айналдырып қосып шығамыз. Оң жақтың алдыңғы бойының алдыңғы тігісі. Мен уже жағасын тігіп жатырмын. Келесі жақтың алдыңғы бойының алдыңғы тігісіне келдім. Міне, алдыңғы бойды айналдырып, жағаны айналдырып, барлығын тігіп алдық. Енді біз 0,1 мм тігіс жасауымыз қажет. Астар бөліктің сыртқа шығып кетпесі үшін. Яғни мына астар бетті аламыз. Біздің жаңағы тіккен тігісімізді астарға қарай жатқызамыз. Мына тігісті лапканың шетіне туралаймыз. Тура жаңағыдай түзу тігіспен айналдырып тігіп шығамыз. Алдыңғы бойдың екі жағын және жағаны қосып тігеміз. Астындағы тігістеріміз
Мұқият болыңыздар, келесі жаққа қарай айналып кетпесін. Жағаға келдім, ары қарай уже жағаның бұрышы бар, сондықтан жүрмейді. Енді жағадан сәл өтіп, ана бұрышынан өтіп, қайтадан тігіс бастаймыз. Бұрышқа келгенде тоқтасаңыздар болады, содан сәл түсіріп жалғастырамыз. Тігісімізді аяқтадық. Қазір үтіктейтін кезде сіздерге көрсетемін да, қалай шықты, қалай болды. Енді біз мына қолтық ойнысын қосып алайық. Осы жилетіміз оңғарап тұрады да, иықтарын бір-бірімен туралаймыз. Екі иықты бір-біріне туралап келтірген кезде мұны артық жері өзі шығып тұр, мұны алдыңғы бой. Осыны мұны плавно алып кеп артығын қиямыз. Енді астар мен негізгі бөліктің ортасынан қолымды кіргіземін. Сыртқы бой, менге қолтық тігісі. Сыртқы ішке қарай 1 см қайырам. Астарды да 1 см қайырдым ішке қарай. Екеуін қысып ұстап тұрмын. Астардың астынан тартамын осы жерді. Мынау жібермеймін қолымда. Осы тұрған күйінде мен мұны жаңа ұстап тұрмын, әлі жіберген жоқпын. Бір-біріне беттестіріп ұстадым да сонда. Осыны айналдырып тігіп аламыз. Видеоны 1-2 рет қарасаңыздар түсінікті. Иығымен иығы келіп тұр. Тігісті осы жерден аяқтап, енді өз былай тартсаңыздар өзі шығады. Енді осы тігілмей қалған жерлерін тігіп аламыз. Енді оңғаратып көрсетейін сіздерге. Қолтық ойынымыз осылай тігілді. Енді мұны бағанағы біз алдынан 0,1 мм тігіс түсірдік қой, солай қолтыққа да түсіруге болады. Мұқият болыңыздар, астындағы астары барлығы қосылып кетпесін. Мұны тігіс астар бөлікке қарай жатқыздым.
Енді тігізімді мына лапканың мына жағына тақайым. Мына шетіне тақайым да. Айналдырып. Мына қолмен басқан кезде жаңағы мына тігіз маған көрініп білініп тұр, солай тұру керек. Ары қарай тігілуі қиын болып кетті, сол себепті мен тігісті тоқтатамын. Енді мына жағынан. Енді жаңағы тігісті тоқтаттым ғой, сол жерден бастап мына жағынан тігемін. Екі жағынан айналдырып тігіп шықтық. Келесі жағында тура осылай ұттығын қосып 0,1 мм тігістеріңізді жасап алыңыздар. Сонымен біз етегін қосамыз, сонымен біздің жилетіміз дайын бұйырса. Ақырындар қолтығын тігіп алдық, алдыңғы ойды тігіп алдық. Енді жақсылап үтіктеп аламыз. Мына алдыңғы ойды жаңа біз 0,1 мм тігіс жүргізуге осыны ішке қарай жатқызып үтіктейміз. Мынау жағымызды қолтығымызды жақсылап үтіктеп аламыз. Жаңағы 0,1 мм тігісімізді ішіне қалдырамыз. Қанымдар, енді біз жилеткамызды теріс қаратып аламыз. Мына бізде подбордты. Мынау бізде алдыңғы бой. Осыны 3 см белгілеп аламын. 3 см бұлай 6 см алайын енді. Менде тігістен бұлай 6 см. Одан 2 см төменге түсемін. Бұлай 1 см тігіспен тігеміз. Келесі жағында да тура осылай жасап аласыздар. Енді қараңыздар. Бұл енді төменгі жағын қосып жатырық та. Сантиметр тігіп келеміз. Инені, лапканы көтереміз, инені алмаймыз. 2 сантиметр түсем. Енді барлығын 1 сантиметрлік тігіспен қосамын төменгі жағын. Міне тігіп
келе жатырмын. Артқы ойға келдім. Енді қараңыздар. Мынау артқы ойдың жан тігісімен, жан тігісінің аяғын туралап қоямын. Сонда мендегі жаңа астар бөлікті білесіздер, иә, кішкене артық жер болған. Сол артық жерді біз қайырып тігіп жіберуіміз қажет. Не? Мынау жердің төменгі жағы ғой. Мынау маған өзіме қарай қарап тұр екен. Демек, мынау төменгі жағында өзіме қарай қаратамын. Не, артқы ойдың жан тігісін бекітіп қойдым. Енді мынаны туралаймын. Артық жері қалып тұр, иә. Оны өзіме қарай қайырамындағыны ал тігісімізді ары қарай жалғастыра береміз. Екінші жақтың артқы ойы подборды кішкентай. Осы подборд басталған жерден жоғары қарай шығам 2 сантиметр, және мынаны 3 сантиметр өлшеп ала салайын. Бес болып қалмас үшін. Төменгі жағын тігіп алдық. Жилетіміз бітуге жақын. Енді біз оң қаратып алуымыз қажет. Сол себепті мұны астардың жанындағы тігісін екі жерден закрепка жасап аламын. Бір жерден жасадым, енді мына жерден жай ғана закрепка. Арасын сөккен кезде бізге қазір толықтай сөгіліп кетпеу керек. Мұны екі закрепка жасаған жердің арасын сөгіп аламын. Сөгілдім, енді осы жерден жилетімізді оң қаратамын. Қазір жақсылап өтікеміз. Міне, жаңағы сөккен жерімізді машинкада қосып тігіп қоямын. Осылай ішке қарай қайырып алдық. Жилетіміз бітті. Енді сіздерге төменгі жағын үтіктеп көрсетейін. Сонымен түймелерін қондырамыз. Мына жаңағы біздің 3 сантиметр тіккен жеріміз, мына жағы 1 сантиметр тіккен жеріміз. 3 сантиметр осылай тігілген кезде мына өзі ішке қарай қайырылып тұрады. Мен штативім сынып қалды. Қолмен ұстап тұрамын. Енді осы тура осылай тұрған жерге үтіктеп аламыз. Не көріністер ғой. Мына жақты да мына қолдарыңызбен реттеп жіберіп, осылай ішіне қарай 2 сантиметрді қайтарып, толықтай айналдырып өтіктеп шығамыз. Осымен жилетіміз дайын.